Анау Ресей империясы кезінде бізді бір ұйықтатты, бір көрпені жапты үстімізге. Оны ашып үлгермей жатқан кезде мысалы жаңағындай алаштықтар келіп ол көрпені көтерейін деп еді, оларды атып тастадық. Кейін одан кейін кеңес үкіметі деген нәрсе келіп, ол көрпе қапталды. Енді одан шығып жатқан кезімізде нарық деген, дүние деген бір сән келді да, әбден ұйықтадық. Алайда Алла Тағала бұл көрпелермен қатар тура жолын әкелді. Тәуелсіздік деген мағынаны берді. Ойлаңызшы. Енді бізден артық қай халық шүкір ету керек жердің бетінде Аллаға. Ойлаңызшы, 70 жыл Құдай жоқ деген нәрседен бізді құтқарады Алла Тағала. Бізден артық өзі жер бетінде, өзіңді ойла, басқа халықтармен салыстырмай, бізден артық кім құлшылық қылу керек Аллаға? Кеңес үкіметіне дейінгі буындарымызды қарасаңыздар, Құдайға берілген буын болған бәрі. Күллі нәрсені соған дейінгі, ислам осы даламызға келгеннен кейін, күллі соған дейінгі нәрсенің бәрінен арылып, Алланың дінін жоқ қойған. Сондай дәрежеде жеті жарғы деген сол иманның туындысы, ол үлкен иманның жемісі. Сондай тарихында бар, бүйтіп құтқарып отыр. Сондықтан бұл өте үлкен дәрежедегі шүкірлі халық болу керек.